еркекті жоқ қылатын үш нәрсе бар дейді. Еркекті бұзатын үш нәрсе бар. Арақ, атақ, ақша. Осы үшеуі бұзады дейді. Қараңыз, бізде кейбір еркектердің әйелдер бұзады деген сияқты сөздерді айтып жатыр ғой. Жоқ. Бауыржан атамыз айтады. Осы үшеуіне ұрынған еркек енді соның буымен барып әйелдерді бұзады дейді. Енді осы жерде бір талас пайда болады өзі. Еркектер айтады, әйел кінәлі, әйелдер айтады, еркек кінәлі. Шындап келген кезінде екеуі де кінәлі. Екеуі де кінәлі да. Біріншіден әйелдер айтады ғой, тана көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді дей ма? Әйелдер өздері жалаңаштанбаса біз қарамас едік қой дейді да, жігіттер. Екінші жағы, әрбір жігіт намысты болып өзінің қарындасына, әйеліне, қызына қадағалап жалаңаш жүргізбесе ше. Жалаңаш болмаса мысалы үшін да қарасаңыз, еркектер де тыныш болар еді да. Әйелдердің жалаңаштануына еркектер де кінәлі шығар, повод беріп жатқан шығар мүмкін. Жалаңаштарға ешкім қарамай қойса олар амал жоқ киінер еді олар. Демек жалаңаш өтімді болғаннан кейін жалаңаштанып жатыр да. Айналып келген кезінде жаңағы еркектерді қарасаң еркектер әйел кінәлі, әйелдер еркек кінәлі, деп ұрсақта жатады. Еркектерге айтайын, жарайды. Ол қатын ғой, ол өзіміз айтамыз ғой, қатын екесін деп ше. Сен еркексің ғой сен. Ол сөйлейді мейлі, жаңағы кейбір бәдігін сапырып сөйлейтіндер бар шығар, сөйлеп отыр. Сен әр сөйлеп отқанмен сөйлей берсең да, сенің еркектік құның қайда қалды сонда? Еркектер не істейді? Аз сөйлеп, көп істеу керек қой.